Dostlar, mene көріп тұрасыз, біз алып барушыларны Татар жырының бірінші күнін Айдар Ғалимов әлігіне қаплады бейтін һәм Гүлназ Сафаровна алыштырғысыз алып барушымыз алып баралар. Венера Айхатовна әзірлі шығыш жасарға деп. Дұлқынлан ақырысы әлі бек іссейінді аңлашылмаймынса. Ләкин біздің алып барушылар бүгін барысы да әзір деп білем. Білген дағаларын оқып шығалар. Афарин. Дело в том, что... Өзімді қауышым әлін болады. Өзімді қауышым шуан кіші үйретірге аңдай ғадатым yok. Гүлназ, мен сен аншек мұражат терге білмеймін, тұқталесің. Сен тегетін. Алтақты яна басмаймын не? Еге сен алтақты яна басыр, анда бей көп фабрикантлар басы, сен бет фабрикант түгіл. Сен коллега deyip індершім меймді, достың deyip індершім қызметтеші басқарат шәлі. Мемлен бір бойда бұл әлі, Ол сен шектір бейікке көтерліп кетесің. Гүлназ, сен де бұйылны есемсіз. Үшінші жылы тапқыр татар жөменде есебінден бұталдым апырсы. Үшінші тапқыр бұйыл Йылдызлар фабрикасы татар жыры. Ғам қателесің бірінші шыққанын сәхнаға міне. 3 жыл елек. Хатırlayayım. Нақ шулай қойды дейсің де, бұлай шулай қалтыранасың, шулай қорқасың, қаушисың. Лекен онда мен тегі тұйымламышы шықтым. Бұлай тұрып еме, енді 3-ші ел рәттен бұғаш, елмаясың да, күзлеріне де бұлай тұрып қоясың. Енді халық біле ойнай башладың. Халық біле рахатланып ойнайым. Өзіме тобы балам да, бик матур елмайып, қол шабып, күлеш езлікшіні. Шуған қарым да дәртләне сөйлейм. Мына енді сен қазір бұйылны партнерларымды алыштыра башладың. Шулай бит, бұйылны бигеректе сен... Перчатка кебек алыштырам партнерларны. Айдар Ғалимов турында бір-екі сөз міне. Сен ана жыршы бұларақына біле, дерен әлі маңарышы бүгін енді алып барышы барақта өзіңе нәрседер ашқан сыныр деп олайым? Айдар Ғалимов искиткіш кіші ол ғади. Ол мені тынышландыра. Ол әлі өзі бірінші тапқыр алып бара, ләке ол мені тынышландыра. Біз бірге шығабыз да, мен аны тегі нешік деп әйтейм, көтәртіп жіберем, міне қазір шулай дейм. А ол есе, қойын жаңа, бұлай тұрып көзін сұға. Кәме оңлайым барысы да яқшы, кәме баям салға. Барсмеди компаниялар группасы фабрикантлар үшін махсус бүләк әзірләді. Һәм бірінші Барсмеди продюсерлік үзәгінде альбом шығару. Һәм альбомдағы жырларны ел дауымында 500 мәртәбә Татар радиосы эфирында яңгырату үшін құқық беруші сертификат.